Былтыр осы миллион гектар Қытайға жер береміз дегенде халық шулап үре көтерді. Сонда не болды? Жайлап, ондай емес қой, мұндай емес қой деп бәрін жуып шайды. Бүгін не болып жатыр? Жайлап Қытайдың компаниялары біздің жерлерді алып жатыр. Ол Шығыс Қазақстанда, ол мына Алматы облысында, оның бәрі жаңағы орысша айтқанда тихая экспансия. Соған жол беріп отырған, соны жаңағы дем беріп отырған бүгінгі билік. Билік не олай жасайды? Себебі сол беріп жатқан жердің, сол беріп жатқан жер байлығының үлесін сыбайластыққа түсіп, содан өздері пайда көріп жатыр. Бүгінгі жер біздің елдегі байлықтың ішінде басқаны былай қояйық, ұлттық мәселені де былай қояйық. Осы отандық, қазақстандық бір үлкен бір алпауыт бір азаматтың қолында ма? Қайдағы шеттен келген бір адам білмейтін, фамилиясын айтпайын, оның жағы ұлтын айтпайын, бәріңіз білесіздер. Кім болса соның қолында? Не деген бейшарамыз біз? Біз халық бейшара емес. Бүгін біздің билік неге бейшара? Жарымхан тұяқбай. Сондықтан біз өткен жолы осы мәселе бойынша биліктің алдында мәселе қойдық. Осы мәселені тыңдар, халық қайтыңдар, ол қандай шарттар? Мені қараңыздар, бізде 30 жылдың ішінде, ең соңғы кездегі 30 жылдың ішінде, дүние жүзінде ең алып кеніштер, ол Қашаған, Теңіз, Қарашығанақ кешендері. Солардың бәрі басқа біздің ел дүние жүзі мақтанатын кеніштер бүгін кімнің қолында? Теңізде біздің мемлекеттің үлесі 10%, Қашағанда 9%, Қарашығанақта 1% жоқ. Бәрі шетелдіктердің қолында. Сонда біз не пайда тауып отырмыз? Қандай шартпен жасалған олар? Қандай онда жаңағы келісімдер бар? Яки болмаса жаңағы халықтың атынан сатып, өзі тапқан кішкентай пайдаға бола бүкіл байлықты шетке беріп отырады. Сондықтан біздің айтатын бірінші сол шарттардың бәрін бетін ашыңдар. Қандай шарттармен сол келісімдерге қол қойылды? Кім оған қол қойған? Кім жауап береді оған? Екінші мәселе, біз егерде елімізді, халқымызды ойлайтын болсақ, барлық жер асты байлықтарымыз басқа түгілі жеке меншікке берілмей, халықтың меншігіне қайтарылсын дейміз. Халыққа ол қайтарылмай, халық оны жөндеп, соның пайдасын көрмей, онсыз ондай байлықтың бізге не керегі бар? Халқымыз аш жалаңаш жүретін болса. Ат төбеліндегі ғана байлар жаңағы сарайда тұрып, қалғандары күркеде тұратын болса, онда байлықтың не керегі бар? Онда алынбасын, жатсын жердің астында, келешек ұрпақ пайдаланып, әділетті ұрпақ, әділетті қоғам құрып, сол кезде сол байлықты жұмсаймыз.